Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен классический бисквит тортын жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге 150 грамм қант, 5 жұмыртқа, 150 грамм ұн және бос ыдыс қажет болады. Алдымен жұмыртқаның барлығын жарып шығамыз. Оған 150 грамм қантты қосып, барлығын бірге миксерге айналдырамыз. Бұның дайын болғанын білу үшін біз миксердің венчиктерін көтеріп, осылай бетіне сызық сызамыз. Егер де сызылса, онда ұнды қоса беруге болады. Ұнды 2 бөліп қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұндар қалып кетпеу керек, арасында араласпай. Екінші бөлігін қосып, барлығын әдемілеп араластырамыз. Осымен біздің тесто дайын болды. Енді бұларды құю үшін бізге осындай кольцолар қажет болады. Мендегі кольцолар 15 диаметрлік кольцолар. Бұл кольцоларға мен 2 бөліп қоятын боламын, яғни 2 кольцо қоямын. Егер де сіздерде диаметрі жоғары кольцолар болса, 20-24 болса, онда бір ғана кольцоларға құятын боласыздар. Егер де 15 немесе бұдан төмен диаметрде кольцолар болса, онда 2-ге бөлесіздер. Осылай ровно 2-ге бөлем тестаны. Және астын мен термостойкий пищевой пленкамен орап шықтым, тесто ағып кетпеу үшін. Печкамыз біздің 180 градуста қызып тұр. Біздің бисквиттер осылай пісіп шықты. Термостойкий пищевой пленка өте жақсы ұстапты, еш жеріне ағызбаған. Осылай пісіп шықты. Енді кольцодан ажырату үшін пышақпен шет-шеттерімен кесіп шығамыз. Осылай өте керемет болып көтерілді бисквитіміз. Енді бисквиттерді біз ыстық күйінде пищевой пленкамен орап, крем дайын болғанға шейін орап тастаймыз. Енді крем дайындайтын болсақ, бізге крем-чиз, сахар және сливки қажет болады. Ең алдымен крем-чиз бен сахарды бірге араластырып аламыз. Екеуін бірге араластырып болып, сливки қоятын боламыз. Барлығын бірге миксерде айналдырып алып, осындай қою күйге ену қажет. Бисквиттерімізді осылай сырттарын шешіп, әрқайсысын 2-ге бөлеміз. Осындай ацетатный пленканың көмегімен тортты құрастырамыз және тортты кемінде 4-5 сағатқа холодильникке жібереміз. Бізге торттың сыртына обтяжка жасау үшін крем қажет, шоколад қажет, 100 грамм қазақстанский шоколад шпатель және осындай лопата қажет болады. Біз тортымызды холодильниктен алып шықтық. Ең алдымен ацетатный пленканы шешеміз. Және креммен осылай обтяжка жасай бастаймыз. Сыртын шпательдің көмегімен тегістеп шығамыз. Шпательдің және лопатаның көмегімен тегістейміз. Тегістеп болып, сыртына осындай шоколадтан потеки жасаймыз. Бұл өте керемет эффект береді. Егер де креміңіз артылып қалса, сыртына осылай декор жасауға да болады. Және тортыңызды кез келген фруктымен әрлей берсеңіз болады. Мен клубникамен әрлеп шыққан болатынмын. Біздің тортымыз дайын, осылай болып шықты біздің тортымыз.